Қазақтың ұмыт болған тағамдарының бірі бал бауыр. Яғни бұл тағамды бұрындары сыйлық қонақтар келген кезде үлкен етіміз дайын болғанша тіске басар ретінде осыны дайындап берген екен. Бұның дайындалу жолы да ерекше. Мына бауырдың осындай сыртқы пленкасын алып тастау керек. Сонда бұл жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Енді осыны былай жапырақ етіп осылай кесіп аламыз. Тереңде ыдысқа бауырымызды салып, үстінен осындай сүт құямыз. Одан кейін 1 сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Бауырымыз 1 сағаттай сүтте тұрды осылай. Енді бұны сүзіп аламыз. Енді осы бауырды қуырып та, бұқтырып та жіберсеңіз болады. Дәмі өте керемет, өте жұмсақ болады. Болды. Бисмилля деп саламыз. Міне, 2 минут уақытымыз өтті. Осындай қаймақ қосамыз. Азғантай ғана тұз қосамыз. Қаймағымызды құйғаннан кейін бая отқа 3 минутқа ғана қойып қойсақ болады, бұқтырып. Міне бауырымыз дайын. Енді мұның бетіне қаймақ қосып жіберсеңіз, вообще дәмі супер болады. Өзіміздің ұлт екенімізді, қазақ екенімізді ұмытпау үшін дініміз бен тілімізді ғана емес, осындай ұлттық тағамдарымызды да ұмытпауымыз керек. Ал сіз қазақтың ұлттық тағамдарын қолдап, менің каналыма жазыла кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бірге ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарды бірге насихаттайтын боламыз.